Бүгінде вирустың атауынан ат үркіп, әлем жұртшылығы үрейде отыр. Тіптен кейбір елдер өз азаматтарын өртеп, немесе таспен атқылап жатыр. Ал сіз бүкіл елді дүрліктірген вирустар туралы не білесіз? Бізбен бірге болыңыздар. Үрей вирустан тез таралады. Вирустар клеткадан тыс тіршілік ететін микроскопиялық ең кішкентай тіршілік иесі. Вирусты алғашқы ашқан Ивановский. Ол 1892 жылы темекінің жапырағын мозаика ауруының қоздырғышын зерттеу барысында оның бактериялар өте алмайтын сүзгіден өтетінін байқаған. Осы қасиетіне байланысты вирус алғашында улы сұйықтықтың сүзгісінен өткіш деген атауға ие болды. Вирустар көзге көрінбейді. Оның мөлшері орташа бактерияның 100-ден 1 бөлігіндей. Негізінде вирустар бүкіл жер жүзіндегі тірі тіршілік иелерінен, соның ішінде бактериялардан әлде қандай көп. Тұмау вирусының өзінің 2000-нан астам түрі бар. Вирус деген тірі нәрсе ме? Бұл жерде ғалымдардың пікірі әртүрлі. Вирустар паразиттік нуклеопротеиндік кешен деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл баса көктеп кіріп, жаулап алатын микроорганизмдер. Вирустардың пішімі әртүрлі. Шиыршық, көпбұрыш, сфера және тағы да басқалары. Олардың жасушасы жоқ. Олар тағамды энергияға айналдыра алмайды, ал қожайынсыз химиялық заттардың кішкене ғана бөлігі. Сондықтан бір жағынан оны тірі деуге келмейді. Екінші жағынан өлі деген сөзге де сәйкес емес. Өйткені вирустарда көбейе алатын бірнеше ген бар. Вирус адам ағзасында қалай таралады? Қолдың бір шаршы сантиметрінде шамамен 1500 микроб өмір сүреді. Тазалық сақталмаса вирустар алақаныңыздан ауыз, мұрын және көздің шырышты қабығына көшеді. Егер бактерияларды антибиотикпен құртуға болса, ал вирустарды құрта алмаймыз. Жалпы вирустардың табиғаты қандай? Оған біздің жасушаларымыз неге қажет? Және одан өзімізді қалай қорғай аламыз? Тек иммундық жүйе. Ол молекулалардан, жасушалардан, тіндерден және ағзалардан құралған. Иммундық жүйенің негізгі жасушаларын лейкоцит деп атайды. Оның бірнеше түрі бар. Әрқайсысы дененің қорғау рөлін атқарады. Емдеу әдістеріне келетін болсақ, жаңа коронавирусқа тікелей қарсы әсер ететін препарат әлі табылған жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хаттамасы бойынша науқас толық оқшауланады да, аурудың ауыр жеңілдігіне, індетті құбылыстың өту ерекшелігіне байланысты жалпы вирусқа қарсы емдік шаралары жүргізіледі. Індеттен қорғанудың қарапайым әдістеріне мыналар жатады. Қолды сабындап жуу, соңынан спиртпен сүрту, жөтелгенде немесе түшкіргенде ауыз бен мұрныңды орамалмен жауып тұру. Тұмау және суық тию белгісі бар адамдармен көп араласа бермеу. Жұмыртқа және ет өнімдерін қайнатқаннан кейін қолдану. Үй жануарлары мен жабайы аңдарға көп жақындай бермеу және тағы да басқалары. Жаһанды жаулаған апатты аурулар. Я не заражена! Пожалуйста! Все получилось так, как никто не ожидал. Пандемия жаңа ауру түрінің жаһандық ауқымда таралуы. Гректің пандемос деген сөзінен шыққан. Қазақшасы барлық адамға тиесілі. Мамандар бұл терминді ауру әлемнің түкпір-түкпіріне таралған жағдайда ғана қолданады. Пандемия сөзінен қорқудың қажеті жоқ. Бұл аурудың қауіптілігінен бұрын оның таралу ауқымын білдіреді және жұқпалы ауруларда ғана қолданылады. Аурудың таралу ауқымы мен жұқтырғандар саны арта түссе, эпидемия пандемияға айналады. Пандемияның жалпыға ортақ 3 критерийі бар. Вирус ауру тудырып адам қазасына әкелуі мүмкін. Вирус адамнан адамға жұғады. Вирустың әлем бойынша таралуының дәлелі бар. Пандемия ауқымындағы ауру алғаш рет тарап отырған жоқ. 14 ғасырда Еуропаны жайлаған оба індеті мен 20 ғасырдағы испанка тұмауына 500 миллионға жуық адам шалдығып, шамамен 100 миллион адам көз жұмды. 21 ғасырда адамзатты атипиялық пневмония, құс тұмауы, таяу шығыс респираторлық синдромы, эбола, зика безгегі секілді жұқпалы аурулар біршама әуреге салды.
2009-2010 жылы доңыз тұмауы деген атпен белгілі H1N1 вирусына қатысты пандемия жарияланды. 2009 жылдың 27 тамызындағы жағдай бойынша 255.716-ға жуық жұқтыру дерегі тіркеліп, әлемнің 140-тан астам елінде 2627 адам көз жұмды. Вирустан қалай қорғанамыз? Вирустар өз бетінше бос кеңістікте көбейе алмайды. Олардың көбеюі тек қана клетка ішінде ғана мүмкін. Сонымен бірге олар клеткаға енген соң паразиттік күйге көшіп, клетка ішінде паразиттік өмір сүріп, организмдерді ауруға ұшыратады. Сонымен вирустар екі клеткадан тысқары, яғни тыныштық күйде және клетка ішінде, яғни көбеюге көшкен күйде болады. Вирустар адам баласының серігі десек қателеспеспіз. Өйткені олар адам туғаннан бастап оны қоршайды және онымен бірге тіршілік етеді. Олардың кейбіреулерін біз елең етпесек, қалған біреулерімен жанассақ болғаны ауырып қаламыз. Адам организміне вирустар бірнеше жолдармен енеді. Көбінесе олар ауамен немесе тағамдармен, кейде насеком таратқыштар, маса немесе кенелер көмегімен келіп енеді. Әлемде адамдар арасында тарайтын жұқпалы аурулардың 80%-ын вирустар тудырады. Өзіңізді және жақындарыңызды вирустан қорғаңыз. Арнамызға тіркеліп, ең қызықты ақпараттарды бірінші болып естіңіз. Біз біргеміз, қазақ елі.